Сәлем достар, бүгінгі тақырып жүктіліктің 20-шы аптасы туралы болмақ. Жүктіліктің 20-шы аптасында әйел адамда қандай өзгерістер болады, Жүктіліктің 20-шы аптасында сол 19-шы апта секілді әйелдің токсикозы толық дерлік тоқтап кетеді, әйел жақсы көңіл күйде бола бастайды. Бала өседі, бала активті қимылдайды, баланың қимылдағанын сезесіз. Бұл кезде баланың естуі өте жақсы дамиды. Сол себепті де балаңызға әртүрлі көңілді, жақсы музыкаларды қойып берсеңіз болады. Себебі бала сондай бір әдемі, жақсы музыкаларды естіп жатса, өзі көңілді, жақсы дамуда, жақсы қарқынды жүреді. Көбіне көп кішкентай балаларға арналған музыкаларды қойып жатады жаңағы аналар. Әлди болсын, болмаса жаңағы қазақша бір музыкалар болсын, күй болсын, рухани құндылықты арттыратын, болмаса бір симфониялық оркестрде ойнайтын бір өзіңіздің қалаған, өзіңіздің жақсы көретін музыкаңызды қойып тыңдасаңыз да болады, болмаса жаңағы балаларға арналған музыканы да қойып тыңдасаңыз болады. Баламен бұл кезде сөйлесіп, баламен қарым-қатынас орната берсеңіз болады. Себебі сіз уже 40 аптаның 20-шы апта ортасына келіп жеттіңіз. Құдай қаласа 20 аптадан кейін балаңызды қолыңызға алатын боласыз. Баланың көлемі кокос тәрізді болып келеді. Яғни көлемі оның кокос деген өсімдікті білетін болсаңыз, сол кокос тәрізді болып келеді. Ана да бұл кезде өзін жақсы сезініп, жақсы көңіл күйде жүреді. Көпшілік аналар өзін жақсы сезіне бастайды, баласымен жақсы сөйлесіп, жақсы жаңағы көңіл күйлері көтеріңкі болып жүреді көбіне көп. Бұл кезде екінші триместр, бұл кезде екінші УЗИге түсу, яғни анализ тапсыру, екінші УЗИге түсу ұсынылады. Екінші рет УЗИге түсу не үшін гинеколог тарапынан бекітіледі? Себебі балада кейбір балаларда енді көпшілігінде қазір жүрек ақаулықтармен туылып жатыр, әртүрлі жаңа диагноздармен дегендей. Сондай балада ақаулықтар жоқ па, соны тексереді. Егер бар болса, арнайы перзентханаға жатқызыласыз. Бірақ Құдай сақтасын, әрине, бірақ сондай нәрсені тексеру үшін баланың дені сау ма, қалай, әрі жынысын анықтау үшін баланың екінші УЗИ түсірілу бекітіледі гинеколог тарапынан. Және де әртүрлі анализдер тапсырасыз. Қазір анализдер зәрге байланысты, қанға байланысты әртүрлі анализдерді гинеколог сізге бекітеді, соған байланысты тапсырасыз. Егер выделениеге көңіліңіз толмай жүрсе, выделение көп мөлшерде, яки болмаса бір түрлі иіс шығатын болса, онда барып гинекологтан сұрап алсаңыз болады. Себебі выделениені басында алып жаңағы кішкене тексереді де, одан кейін кейбір гинекологтар қайта оны тексеріп жүрмейді. Бірақ өзіңізде жалып болса, яғни өзіңізде шағым болса, оны да тексерсеңіз болады. Яғни өзіңіздің көңіліңіз толмай жүрсе, бір түрлі иіс болса, бір түрлі жаңағы сезінсеңіз өзіңізді дегенде, солай тексертіп алу керек болады. Бұл кезде ары қарай бала кәдімгідей қатты қозғалған, қатты сезінетін боласыз. Алдында бір жай ғана қозғалған сезсеңіз, қазір уже активті түрде қозғалған сезінетін боласыз. Сосын мынандай бір әдіс бар екен. Баланы жаңағы ұйықтатуға деген секілді. Яғни бала бұл жерде ести алады ғой. Баламен сөйлесіп, егер түнде ол активті түрде болса, балаңызды кішкене ішіңізді уқалап, балаңызбен сөйлесіп, әртүрлі ұйықтайтатын музыкалар тыңдап, ұйықтатып қоюға болады дегендей түсініктер бар. Енді оның қаншалықты рас өтірігін білмеймін. Дегенмен де жақсы музыка тыңдау бұл кезде сіздерге кеңес беріледі. Одан кейінгі тағы әйелдерде кальций жетіспеушілік болуы мүмкін. Осы 20-шы аптада, себебі сіздегі бүткіл кальций балақтың сүйегінің қалыптасуына кетіп жатқандықтан, сізде тісіңіздің сынғыштығы, яки болмаса тісіңіздің құрттауы,
тырнағыңыздың сынғыштығы, аяғыңыздың тартылып қалуы деген секілді нәрселер болса, сізде онда кальций жетіспеушілігі бар деген сөз. Кальцийді қалай толықтырамыз? Кальцийді табиғи өнімдермен толықтырамыз. Айран, сүт, қаймақ, ірімшік, құрт болсын. Құртты жеген пайдалы. Өздеріңіз білетіндей, бірі білсе бәлкім бірі білмес, құрт негізі стресс гормонын азайтады дейді. Себебі құрамында тұз бар құрттың. Құрамында тұз болғандықтан, құрамында кальций болғандықтан, натуралды түрде, яғни табиғи түрде стрессті азайтады деген болжамдар бар. Жалпы құрт жеу өте жақсы. Сол себепті де егерде бір қатты осы екі қабат кезде стресте болсаңыз, депрессияда болмаса бір көңіл күйіңіз күрт шарт бұзылып кетсе, онда құрт жеуді сіздерге ұсынатын едім. Себебі ол кәдімгідей адамды қалыпты деңгейге түсіреді деп айта аламын. Көмегі бар. Мен өзім қолданғам. Болмаса кальцийге байланысты арнайы витаминдерді ішсеңіз болады. Сұйық түрде бар кальций, дәрі күйінде бар, бірақ капсула түрінен гөрі сұйық түрінде алуға кеңес беремін. Балаларға арналған кальцийді іше берсеңіз болады. Әртүрлі фирмалар бар қазіргі таңда, кальцийге байланысты D3 витамині сонымен қатар. Әрине күнделікті таза ауада жүруде жақсы, себебі қанның ұйып қалуынан яки болмаса кислородтың жетіспеушілігінен сақтайды, ішіңіздегі судың азайып кетпеуінен де сақтайды. Сол себепті де күнделікті таза ауада жүріп, күтініп, кальцийге бай тағамдар жеу ұсынылады. Себебі сүйектің қалыптасуына, баланың жалпы қалыптасуына кальций өте керек. Болашақта бала дисплазия болып қалмас үшін де кальцийге бай тағамдарды ана бойына сіңіріп бойына сіңіре білу керек. Өзіңіз ішкіңіз келмесе де зорлап, тәтті қосып, әйтеуір айранға тәтті қосып па, или биос ішіп па, әйтеуір сондай бір нәрсе жасау керек. Себебі балаға кальций өте қажет элементтердің бірі болып табылады. Достар, мен сіздерге бар айтатын кеңесім осы. Көргендеріңізге рахмет. Арнам қызықты болса жазылыңыздар, себебі бала дамуына байланысты, әйелдің дамуына байланысты осындай күшті видеоларды түсіріп жүремін. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерде жүктілік қалай өтіп жатыр 20 аптада? Сіздерде қандай өзгеріс болып жатыр? Қалай сезініп жатырсыздар? Өздеріңіздің ощущение дейміз, сезімдеріңіз туралы астына комментарийге жазып кетсеңіздер де болады. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мен барлықтарыңызға жауап беремін.